Айсәуле тұрмысқа шыққан әпкесінің үйіне жиі баратын. Кішкентайынан әпкесіне қатты жақын өскен ол, үйдің бар тірлігіне көмектесіп жүретін. Ал жездесі Нұрлан сабырлы, көп сөйлемейтін адам еді. Басында бәрі қалыпты болатын. Бірақ уақыт өте келе Айсәуле жездесінің өзіне ерекше қарайтынын сезе бастады. Бір күні әпкесі сапарға кеткенде Нұрлан екеуі ұзақ әңгімелесіп отырды. Сол кештен кейін араларындағы шекара бұзылды. Айсәуле мұның қате екенін түсінді, бірақ сезіміне тоқтау қоя алмады. Жездесі де ешкім білмейді деп жұбататын. Алайда құпия ұзақ сақталмады. Бір күні әпкесі олардың жазысқан хаттарын көріп қояды. Үйдің ішін үнсіздік басты. Айсәуле әпкесінің жанарындағы сатқындық пен күйікті көргенде ғана өз қателігінің қаншалық ауыр екенін сезінді. Сол күннен кейін әпкесі екеуінің арасы мүлде суып кетті. Нұрлан отбасынан айырылды. Ал Айсәуле қанша уақыт өтсе де бір сәттік әлсіздік бүтін бір әулеттің берекесін кетіргенін ұмыта алмады.